Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге топ 2 сайт арқылы ақша табу схемасын көрсетемін. Ешқандай ақша салымсыз және телефон арқылы. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін осы видеоны толық көргендеріңіз дұрыс. Және де осы видеоның соңында осы сайттардан қалай ақша шығарғанымды көрсетемін. Сондықтан да осы каналға подписка жасаңыз, видеоға лайк басыңыз, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Достар, бізде бірінші сайт advega.com деп аталынады. Осы сайттың ссылкасын видеоның астында қалдырамын. Біз осы сайттан телефон арқылы ақша табамыз, немесе компьютер арқылы да болады. Сіздерге қазір именно телефон арқылы ақша табу схемасын көрсетемін. Сондықтан да осы видеоны толығымен көргендеріңіз дұрыс. Мына жерде работа в интернете деген бар бізде. Ең бірінші регистрация басамыз. Одан кейін достар, мына жерге өздеріңіздің емейлдарыңызды, псевдонимдарыңызды жазасыздар, одан кейін зарегистрироваться деп басасыздар. Немесе мына жерде Google арқылы тезірек кіруге болады. Регистрация жасап болғаннан кейін сол жағында работа в интернете, одан кейін поиск работы дегенді басамыз. Оң жағында қарасаңыздар, поиск работы деген бар. Осы жерде біз тип работы, одан кейін установка и тестирование приложения сайтов дегенді таңдаймыз осы жерден. Осылай галочка қойдық. Одан кейін астында искать деген бар, осыған басамыз. Жаңа айтып кеткендей, біз телефон арқылы ақша табамыз. Мына жерде заданияда поставить 5 звезд в игре Google Play деп тұр. Осы үшін бізге 20 рубль төлейді. Осы заданияны орындағанға сіздердің 1 минут уақыттарыңыз кетеді. Сол кезде 20 рубль ол 110 теңге. 110 теңге табады екенбіз. Енді заданияны оқитын болсақ, бізге бірінші скачать на свой телефон приложение деп тұр. Скачивать етіп болғаннан кейін осы жерде біз оған кіріп 1 минут уақытымызды аламыз обучениеға. Одан кейін поставить 5 звезд приложение деп тұр. Осыны жасаймыз, болды. Одан кейін жаңағы заданияға өздеріңіздің скачивать еткен скриншоттарыңызды жібересіздер, сол арқылы сіздерге ақша төленеді. Енді екінші задание, мына жерде поставить 5 звезд в игре App Store деп тұр. Егер сіздерде мысалы телефондарыңыз iPhone болса, ол арқылы да ақша табуға болады. Бұл жерде бізге 25 рубль төлейді екен. Сол сияқты жаңағы приложенияны жүктейміз, одан кейін 5 звезд қоямыз, сол үшін бізге 25 рубль төлейді. Осылай достар, осы жердегі барлық заданияларды орындап, ақша табуларыңызды бастауға болады екен. Ешқандай ақша салымсыз, жаңа айтып кеткендей. Мына жерде де Google Play-ға бізге 7 рубль ақша төленеді. Заданиялар өте көп, 1 сағат уақыттарыңызды кетіріп, 5-6 мың теңге табуға болады екен. Енді сіздерге екінші схемасын айтқым келіп отыр. Телефон арқылы тип работы, мына жерде біз таңдаймыз. Social лайки, social репост, подписки, голосование деген осыларды таңдайсыздар да галочка қоясыздар. Одан кейін ең астында искать дегенге басамыз. Мына жерде де достар, бізге 15 рубль төлейді екен. Оценить приложение в Google Play. Болған сіздердің 30 секунд уақыттарыңыз кетеді. Google Play-ға кіресіздерде оценка қоясыздар, осы үшін 15 рубль ақша табасыздар. Мына жерде одан да оңай заданиялар бар екен. Ол үшін проголосовать на сайте деп тұр. Заданияны оқитын болсақ, необходимо перейти по ссылке, яғни ссылкамен өтесіздер, одан кейін регистрация, одан кейін почталарыңызға 2 письмо келеді екен. Соларды подтверждать етесіздер де, одан кейін соның скриншотын осы адамға жібересіздер, сол кезде сіздерге 4 рубль ақша төленеді. Тағы бір керемет задание, подписаться на аккаунт Instagram деп тұр. Осы үшін бізге 16 рубль төлейді, ол дегеніміз 80 теңге. 30 секунд уақыттарыңызды кетіріп, жай ғана подписка үшін осындай ақша табасыздар. Өте керемет емес па? Сіздерге телефон арқылы ең оңай заданияларды орындап, осылай ақша табу түрін көрсеттім. Ешқандай ақша салымсыз, сондықтан да осы видеоға лайк басыңыздар, каналға подписка жасаңыздар. Және достар, осы видеоның астында менің жеке телеграм каналыма ссылка болады, соған өтіп подписка жасаңыздар. Каналда қазір 4627 подписчик бар екен. Осы жерде әртүрлі схемаларды мен салып отырамын, сондықтан да осы каналға да подписка жасаңыздар. Екінші сайт бізде sotspublic.com деп аталынады. Бұл жерде де біз телефон арқылы ақша табамыз. Ссылкасы осы сайттың видеоның астында болады. Ал енді осы сайтқа обзор жасап өтейік. Зарабатывайте в интернете деп тұр, яғни ешқандай ақша салымсыз. Бізге за просмотр сайтов, за лайки и комментарии, за регистрацию және за просмотр рекламы осының барлығына бізге ақша төленеді екен. Бізге начать зарабатывать деп басамыз мына жерде. Одан кейін регистрация жасайсыздар, ол өте оңай. Сонымен қатар мына жерде бізде моментальный выплаты деп тұр. Яғни біз өзіміздің картамызға, WebMoney-ға, Kiwi кошелекқа, Яндексқа, PR кошелекқа шығарып алады екенбіз. Қазіргі кезде Kiwi кошелектен қараған кезде PR кошелек өте танымал болып келе жатыр. Өте керемет онлайн кошелектардың бірі болып саналады. Мына жерде последние 50 выплат деп тұр. Кірейік. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, адамдар 40 рубльдан 489 рубльмен шығарып жатыр, 40 рубль шығарып жатыр. Көбізнікі PR кошелекқа шығарып алған екен. Міне мына жерде 20 рубль. Достар, сіздер менен көбінесе осы PR кошелек жайлы сұрайсыздар, сондықтан да осы видеоның астында ссылкасын қалдырамын. Осы жерде біз создать аккаунт деп басамыз.
Одан кейін достар, мына жерге өздеріңіздің емейлдарыңызды жазасыздар. Ал мына жерге мысалы осы капчадағы номерді жазасыздар. Одан кейін создать аккаунт деп басамыз, болды, біздің аккаунт PR кошелектікі дайын. Ал енді сіздерге ары қарай телефон арқылы көрсеткім келіп тұр. Мына жерде үстінде 3 сызыққа басасыз. Одан кейін ары қарай қарайтын болсақ, мына жерде бізде зарабатывать деген бар. Соған басамыз. Одан кейін мына жерде задание дегенді таңдаймыз. Енді мына жерде бізде поиски фильтры дегенге басамыз. Ары қарай қарайтын болсақ, мына жерде бізге керегі по рейтингу, мына жерде қараңыздар, по рейтингу таңдадық. Және мына жерде по типу деген жерде мобильное приложение деген таңдаймыз. Міне енді бізде заданиялар шықты. Мына жерде қараңыз, действие на Google Play деп тұр. Осы үшін бізге 10 рубль төлейді екен, ол дегеніміз 55 теңге. 107 отзыв бар, барлығы положительный, яғни осы заданиені орындауға болады. Ары қарай қарайтын болсақ, мына жерде установить приложение Google Play деп тұр. Бұл жерде де бізге 5 рубль төлейді екен, 1 минут уақыттарыңызды алады, яғни осы заданиені орындауға болады. Одан кейін мына жерде қараңыздар, статистика деп тұр. Қарайтын болсақ, статистикасын 25146 адам осында орындаған екен. Мына жерде тағы бір задание, скачать приложение и поставить 5 звезд деп тұр. Бұған да бізге 10 рубль төлейді, 2076 адам, яғни отзыв қалдырған екен, барлығына ұнаған, осы сайт ақша төлейді. Ары қарай қарайтын болсақ, мына жерде задание өте көп, сондықтан да осының барлығын орындауларыңызға болады. Мына жерде қараңыздар, 1-ден 18-ге дейін, яғни осы жерге 1 сағат уақыттарыңызды бөлсеңіздер, 5-6 мың теңгені спокойно табуға болады екен. Ары қарай үстінде 3 сызыққа басатын болсақ, мына жерде зарабатывать деген жерде заданиедан басқа посещение, письма, серфинг деген бар. Олар одан да оңай заданиялар, мысалы посещениені таңдайық. Осы жерде бізге жай ғана сайтқа кіргеніміз үшін ақша төлейді екен. Мына жерде время просмотра, яғни 100 секунд күту керек сайтта, сонымен қатар бізге 60 копейка төлейді. Ары қарай көрейік мысалы. Мына жерде мысалы 40 секунд күтеміз, ол үшін бізге оплата 30 копейка төлейді екен. Заданиялар өте оңай, осы заданияларды сізде орындап, осылай ақша табуыңызға болады. Мысалы, қазір сіздерге бір заданияны орындап көрейін. Мына жерде 10 секунд күту керек екен, с таймером, оплата 0,1 копейка екен. Басайық. Міне достар, сайт шықты, 5 секунд таймер басталды. 20 деп таңдаймыз. Міне менде посещено деп шықты, яғни осы үшін маған ақша жаңа төленді. Енді өзімнің PR кошелегіме кірдім. Одан кейін бір күндік выплата, міне мынаның барлығы, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай сіздерде ақша табуларыңызға болады, сайттардың барлығы ақша төлейді. Ал достар, сіздер үшін телефон арқылы көрсетіп жатырмын, сондықтан да осы видеоға лайк басыңыздар, каналға подписка жасаңыздар, сонымен қатар мына жерде одан да басқа схемалар бар, мысалы күніне TikTok-тан 5000 теңге табатын. Сондықтан да осы видеоларды көріп шығуларыңызға болады. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Дәулет Бисұлтан. Сау болыңыздар.